Түркістан облысы полиция департаменті жергілікті полиция қызметіне бағынысты патрульдік полиция батальонында таңғы сағат 8:00-ден кешкі 20:00-ге дейін бекітілген. Біз патрульдік полиция батальоны 2 сменде жұмыс атқарылады. Саптық жиында 10-ші бұйрыққа сәйкес қызмет атқарылады. Қызмет атқарудың мақсаты қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жұмыстар атқарылады. Ал бекітілген әкімшілік аумаққа мына жұмысқа кірістік. Жұмысқа кірісу барысында мемлекет берілген әкім планшетпен жұмыс атқарылады. Бұның мақсаты мына жерде фамилиясы, аты, жөні, тегі бәрі шығып тұр. Осымен автокөлік тіркеп, қылмысы бар, жоқ, әкімшілік құқық бұзушылық анықталған бәрі мақсаттың бәрін көрсетіледі осы планшетте. Бұл планшетте розыск бойынша да штрафы көп азаматтардың да страховкасы белгіленген азаматтардың бәрі осы планшет бойынша тексеріледі. Ауыл автокөлігі 364 ауыл автокөлігі. Кеуделі бейне таспаға келетін болсақ, бұның мақсаты бұл 12 сағат бойы қосылады. Таңғы сағат 8:00-ден кешкі 20:00-ге дейін қосылып жүреді. Бұның мақсаты қылмыстың алдын алу, ішкі істер орган қызметкерлерінің іс-әрекеттерін бақылау және құқық бұзушылық анықталған жағдайда осы бейне таспамен түсіріліп баяндалады.